Ая. Ана жерде алдымызда ішімізге бір сұрақ қояйықшы. Давай. Саламатсыздар ма? Сіздерге мынандай сюрпризім бар. Мерекелеріңізбен. Бірақ ол үшін, бұны алу үшін сіздерге сұрақ қоюым керек болып тұр. Келісесіздер ма? Келісеміз. Сіздерге сұрақ: Конституцияның алғашқы нұсқасы қашан қабылданды? 1995. Жоқ, дұрыс емес. 1995 ол екіншісі. Біріншісі қашан қабылданды? Білмейсіздер ма? 1993. Дұрыс. Қақтан білесіз? Қақтан білесің? Білгісі, оқығанымыз. Жақсы оқыған болып тұр ғой, иә? Нормально. Все, алыңыз. Мінекей сізге шоколадпен. Рахмет. Иә, мерекелеріңіз құтты болсын. Мұнда, бір тумен осылай бір шоколад қалып кетті. Енді ана жақтан келатыны ойланып келатын, бұны кімге берсем болады деп. Енді шынымен де бұны кішкене еңбегі сіңген жол патрульдік қызметкерлеріне берсем деп жатырмын. Енді көріп тұрсыздар, ана жақта жүр екен да, үшеуі жүр, соның біреусіне енді қуантайын деп тұрмын, кішкене тілек айтып, енді ол кісілердің де еңбегі көп қой. Кеттік ал. Саламатсыз ба, қалайсыз? Кішкене уақытыңыз болса, мен сізге бір-екі айтар сөзім бар еді. Енді бүгін Конституция күні екенін білесіз. Сізге бүгінгі Қазақстан Республикасының Конституция күнімен шын жүректен құттықтаймын. Еліміздің тыныштығы мен бейбіт өмір үшін атқарып жүрген еңбегіңіздің жемісін көріңіз. Енді халыққа қызмет етіп, осы жақта жол қауіпсіздігін өзін қамтамасыз ету, ол кәдімгідей үлкен жауапкершілік. Сізге мықты денсаулық, отбасыңызға амандық және жұмысыңызға сәттілік тілеймін. Сол үшін сізге сыйлығым бар. Осындай шоколад қолымда. Мынау туы, қазір шоколадтаңыз, міне Қазақстан туы. Енді сізден де бір-екі сөз болса. Мерекеңіз құтты болсын, жол ережесін сақтап жүріңіздер. Болды, достар, жол ережесін сақтап жүрек, мияқта шынымен де жұмысы өте көп екен. Все, жақсы, рахмет көп сізге.